Орал қаласында Қазақстанның халық әртісі даңқты дирижер жерлесімі Шамғон Қажығалиев атындағы 3-ші республикалық дирижерлар конкурсы басталды. Өнер тарланының 90 жылдығына арналған конкурста еліміздің әр аймағынан келген 9 дирижер шеберліктерін сынға салуда. Күйдің отаны саналатын Жаңақала жерінде дүние есігін ашқан Шамғон Қажығалиев дәулескер күйші Қали Жантілеуовтың төл шәкірті. Ленинград консерваториясының дирижерлік факультетін тәмамдаған кәсіби маман. Шамғон Қажығалиев КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, академик Ахмет Жұбановтың ізбасары. Даңқ дәрежесі бір басына жетерлік ұлы тұлға. Осымен 3-ші рет ұйымдастырылып отырған дирижерлер конкурсына әр аймақтан 9 дирижер бақтары мен баптарын сынға салмақ. Мақсаты айқын. Қазақстандық дирижерлер мектебінің дәстүрін сақтап, әрі қарай дамыту. Дирижерлер деген өзі сирек кездесетін мамандық қой енді. Осындай уақытымызда уақыт тауып, соны елеп ескеріп, осындай республикалық деңгейде өткізіп жатқаны үлкен шара, үлкен мәні зор. Сосын дирижер мамандығы біздің Қазақстанға кешірек келген мамандық қой енді. Әлі де мына мамандарымыз жетіспейді негізінде. Сондықтан республикалық конкурс, осындай дирижерлер республика деңгейде конкурстар өтіп тұрады. Содан жаңа кейін өсіп жатқан жастарды байқаймыз, бағдарлаймыз. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші сазгер Гүлнәр Дәукенова профессор Шамғон Қажығалиевтің шәкірті, табиғи таланты мен ұстаз тәрбиесі оны елге танытты. Өмірімде де өте үлкен рөл атқарған Шәкеңді айтпай өту мүмкін емес. Мен ұстаз ретінде ол кісіні көремін, өйткені мені студент кезімде консерваторияда оқып жүргенімде 3-ші курсымда бір 10 шақты баланың ішіне отырғыз қойып, осы қыз сияқты ойнаңдар деп Құрманғазы оркестріне мені қабылдаған болатын. Одан бері 25 жыл мен сол Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасадым. Шәкеңмен бір 10-15 жылдай бірге үзеңгілес, бірге жұмыс болып, Шәкеңнің кереметтігі енді бір 100 жылда туатын дирижер деп айтсам, артық айтпағаным біздің Алашқа берген бағы деймін. 2 күнге созылатын байқау қорытындысында үздік дирижерлер марапатталады. Гала-концерт 28 қыркүйек сағат 18:00-де облыстық қазақ драма театрында өткізіледі. Ұлықпан елі Нұрлан Идеров, Алтынбек Қабделов, Қазақстан Орал телеарнасы.